Екі балам бар, біреуі 1 жаста, екіншісі 2 жастан асқан. Серуендеп жүрген кезде есік алдында 2 жасар баламнан көз жазып қалдым. Бірінші балама көп көңіл бөліп, екінші баламның қайда кеткенін түсінбей қалдым. Жақын маңда осы итпен жүрген полиция қызметкерлерін көріп қалып, сол кісілердің қызметіне жүгіндім. 10 минуттың ішінде осы ит сезу арқылы баламды тауып берді. Менің жағдайым 180 градусқа өзгеріп кетті. Көз алдыма әртүрлі нәрселер елестеп, ойыма әртүрлі нәрселер келді. Үлкен алғысымды айтам. Мен егер уақыт оздырып алсам, баламнан айырылып қаларым едім мүмкін. Бүлдіршінді іздеп тауып, халықтың ыстық ықыласына бөленген жануардың есімі Феликс. Кинологияда жүргеніне небәрі 6 ай ғана болған. Оның осы бір сәтті операциясы қызметтегі алғашқы дебют екен. 2 жастан баласы жоғалып кеткен мамасы келеді бізге. Баламды жоғалтып алдым, тауып беріңізші деп. Сол кезде мен кішкентай баланың ойыншығын алып, итке иіскетіп, итті жұмыс істеуге жібердім. Балалар ойнайтын аттракцион жаққа барып, сол жақта 300-400 метрде жүрді. Сол кезде ағаштың араларында бала тауып алды. Жалпы тәртіпке үйретілген иттер кедендік бекеттерде, әскерилермен және полицейлермен бірге қоғамдық тәртіпті бақылауда көмекке келеді. Кинологиялық орталықтағы иттердің көбісі неміс және бельгиялық овчаркалар. Олардың қатарына былтырдан бастап қазақы төбеттер қосылды. Неміс овчаркалары көбіне тапсырманы ғана орындап, артық жүріс жасамайды екен. Бельгиялық иттер керісінше белсенді қимылдауға бейімделген. Ал қазақы төбеттерді көбіне күзет қызметінде пайдаланатын көрінеді. 40-тан астам ит бар, бірақ әр ит өзінің бағыты бар. Әр ит өзінің бағыты бойынша жұмыс істейді. Мысалы, бізде бірнеше бағыт бар. Есірткі іздейтін иттер бар, топ бар. Жарылғыш зат іздейтін топ бөлек бар. Із бойынша жұмыс істейтін топ бар, біздің Феликсіміз сияқты. Енді ол әр иттікі өзінің жаңағы несі болады, жеке ісі болады. Сол жерде жазылып отырады жаңағы ашқан қылмыстары, жаңағы тапқан есірткілері. Қылмысты ашу үшін кинолог жаңағы оперативный группа жаңағы условиясын создавать ету керек, ит жұмыс істеу үшін жаңағы қылмыс болған жерге келген кезде оның ізін сақтап қалу керек. Кинологиядағы қызметтік иттердің де күн тәртібі бар. Оларға міндетті түрде түске дейін арнайы сабақ өткізіледі. Әрқайсысы күн сайын 20-30 минуттан тұратын жаттығу жасау керек. Өйтпесе иттер тез жалығып кетеді екен. Бір қызығы, қылмыс ашуға көмектесіп, жақсы нәтиже көрсеткен жануарлардың иесі міндетті түрде оларды марапаттап, еркелетіп отыратын көрінеді. Олар да бала сияқты. Күнделікті тағамнан бөлек көңіл бөліп, анда-санда тәттісін алып берсе, құлшыныспен жұмыс істейді дейді мамандар. Мына итте жаңағы рефлекторный дуга деген болады. Рефлекторный дуга деген ол жаңағы, мен мысалы итке команда берем, отыр деп, сидеть деп. Сол кезде ол мынау құлағымен естиді. Соның арасы, жаңағы дуганың арасы 1 минут, 2 минут болады. Жаңағы рефлекторный. Сидеть деген уақытта мен жаңағы иттің артын басуым керек. Соны бірнеше рет көптен істей бергеннен ит уже жаңағы миында қалады. Мысалы, мына итті жаңағы итті мәшеден түсіріп, жаңағы қыдыртып алып келіп, жаңағы ізге салардың алдында алып келіп, жаңағы мына жерде, мысалы, мына жерде қылмыс болған жер ма, сол жерге келіп, итке мына шлейканы кигіземіз былай. Кигізген уақытта ит уже жаңағы түсіне бастайды. Мынаны маған кигізді, маған қазір жұмыс істеу керек деген сөз, белгі береді оларға. Ит бұны кигеннен кейін ит жаңағы уже өзінің жаңағы қимылдарын, жаңағы поведениясын өзгертеді ит уже. Қызметтік иттер де зейнетке шығады. Олар 2 жастан бастап жұмысқа кіріссе, 8-9 жасында құрмет демалысына жіберіледі екен. Бір қызығы, қызметін мүлтіксіз атқарып, зейнеткерлікке шыққан иттерді кез келген адам асырап алады.